Қос шыққан Айгүл есімді осы қыз 2 баласы болса да өзін өте керемет ұстайды. Тіпті 18 жастағы қыз секілді ұстайды және биде де айтады, әнде де айтады, әлеуметтік желіде танымал десем де болады. Бір кездері Жазира Байырбекованың апасы Ләззат Байырбекованың ұлымен де жүріп, біраз уақыт әлеуметтік желіні шулатқан. Қазіргі таңда 2026 Мисс Ару Қазақстанына қатысып жатыр. Бас жүлде алды деп жатыр. Құтты болсын. Бұл 2 баласы үшін отқа да, суға да түсіп жүрген ана дер едім, бірақ енді ерсі қылықтары бар. Көбісі Айгүлдің өмірін біле бермейді. Айгүлдің өмірі жастайынан әке-шешесінен айырылып қиындық көріп өскен қыз. Бірақ дәл қазір осы түріне қарап, қиындық көрген қызға мүлдем ұқсамайды. Сондықтан да барлығымыз сен 2 балаң бар, анасың, тыныш отыр, дұрыстап жүр, дұрыс киін деген секілді сындыларды айтамыз. Бірақ өйтіп бізге айтуға қақымыз жоқ. Өйткені Айгүлдің жеке өмірін қандай қиындық жолдармен түскенін білмейміз. Тіпті 2 баласы болса да, баланың әкесі, ата-енесі, яғни қайынжұрттары Айгүлге тыныштық бермей қуып жіберген. Сол үшін де бір ғана әйелді біз қолдайық деп отырмыз. Айгүл жаман болсын, жақсы болсын, аналарына ең жақсы ана. Сондықтан да Айгүлді қолдап кетіңіздер.